9 сынып қазақ әдебиеті тақырыбы Әнет баба, не арсыз, не ғайып, не даусыз. Оқу мақсаты 9-2-2-1. Автор бейнесінің идеялық стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау. Сабақтың қызығушылығын ояту сәті. 7 сұрақ 7 жауап әдісі арқылы болады. Оқушыларға тақтадағы немесе кітаптан не арсыз, не ғайып, не даусыз мәтінін оқып, оқушыларға сұрақ пен жауап арасындағы сұрақ қоюшылар мен жауап берушінің танымын анықтаңдар деген тапсырма беріліп, жауап тыңдалатын болады. Топтық жұмыс бірінші тапсырма. Оқушыларға мәтінді қайта тыңдай отырып, әр топқа орындауға тапсырмалар беріледі. Бірінші топ арсыз, ғайып, даусыз тақырыбына, екінші топ қадірсіз, тәтті тақырыбына, үшінші топ күшті, жаман тақырыбына. Осы әр топ мәтіннен тыңдап, жазып алып, осы тақырыпшаларды Әнет баба қандай ой айтты, ойды жеткізді, автор бейнесін қалай тануға болады деген сұраққа постер қорғайтын болады. Бағалау критерийі: мәтінді мұқият тыңдайды, деректерді дұрыс жазады, мағынасын талдайды. Дескриптор: үштікті дұрыс жазады, мағынасын түсіндіреді, автор бейнесін ашады. Оқушылардың бірінші тапсырма бойынша жауаптарын тыңдап болған соң, ықтимал жауаптармен салыстыртамыз. Арсыз: өзін тежей алмаушылық, ғайып: болжаусыз дүние, даусыз ақиқат. Қадірсіз: жастық шақта бағаланбайтын асылдар. Тәтті: жан, жар, мал. Күшті: ақыл, жүрек, тіл. Жаман: қиянат, зұлымдық. Автор бейнесі: халық даналығын жинақтап жеткізуші деген жауаппен салыстырып ойларын ортаға саламыз. Ары қарай жұмысымызды жұптық жұмыс арқылы жалғастырамыз. Тапсырма: жұппен сұрақ-жауап құрастырып, өз ойларыңды ауызша талқылаңдар. Бірінші: Әнет баба неге ойларын үштік үлгіде жеткізген? Екінші: бұл үштіктердің адам өміріндегі тәрбиелік мәні неде? Үшінші: автор бейнесінің стилистикалық рөлін қалай бағалайсың? Әдісі: интервью. Бір оқушыға сұрақ қояды, екіншісі жауап береді, кейін ары қарай екеуі рөлін ауыстырып отырып, тапсырманы орындап шығатын болады. Екінші тапсырма бойынша бағалау критерийі: сұрақ қояды, ойды жүйелі жеткізеді, қазіргі өмірмен байланыстырады. Дескриптор: сұраққа қысқа жауап береді, өз ойын дәлелмен айтады, автор бейнесін байланыстырады. Екінші тапсырма бойынша оқушылардың жауабын тыңдап болған соң, біздің ықтимал жауаптарымызбен салыстырып көреміз. Үштік үлгі халық ауыз әдебиетінде кең таралған, ол ойды ықшамдап жеткізеді. Екінші: үштіктер адамды тәрбиелеуге, ойлануға жетелейді. Үшінші: автор бейнесі халықты жақсылыққа шақырушы, ақиқатты дәріптеуші деген жауаппен салыстыратын боламыз. Жұптық жұмыстан соң тапсырмамызды жеке жұмыс орындаумен жалғастырамыз. Оқушылардың алдына кесте беріледі, тақтаға ілінеді, сол кестені толтыру жұмысы беріледі. Яғни үштік: арсыз, ғайып, даусыз, мәтіндегі мағынасы және автор бейнесінің рөлі деген кестені оқушылар толтырып шығатын болады. Оқушылардың орындаған жеке жұмысының бағалау критерийі: мәтіннен дерек алады, дұрыс жазады, автор бейнесімен байланыстырады. Дескриптор: тек үштікті жазады, мағынасын түсіндіреді, автор бейнесімен толықтырады. Оқушылардың толтырған кестесіндегі жауабын ықтимал жауап үлгісімен салыстырамыз. Үштік: арсыз, ғайып, даусыз. Мәтіндегі мағынасы: арсыз: ұйқы, тамақ, күлкі адамды аздырады. Автор бейнесінің рөлі: Әнет баба өзін өзі тежей білуді үйретеді. Ғайып: ажал, қонақ, несібе. Алдын ала білмейсің, ол тәубеге шақырады. Даусыз: мінез, кәрілік, ажал. Автор бейнесінің рөлі: шындықтан қашып құтылмайтын көрсетеді деген жауаптармен оқушылардың жауабын салыстырамыз. Сабақтың өне бойындағы тапсырмалар мен жауаптар
арасында мұғалім мен оқушылардың арасында кері байланыс жасалынып, оқушылардың жасаған жұмысына қалыптастырушы бағалар қойылып, сабақтың соңына жақындағанда сабақтың өту барысындағы оқушылардың алған әсерін тыңдау үшін смайлик әдісі арқылы рефлексия жасаймыз. Түсіндім, ойым кеңейді, орташа түсіндім, әлі де сұрақ қалды деген смайликтердің тұсына кеспе қағаздарды әкеліп жабыстырады. Оқушыларға үй тапсырмасы: Әнет баба айтқан үштіктердің бүгінгі өмірмен байланысы деген тақырыпқа 150 сөздік эссе жазу. Екінші қосымша тапсырма: қазақ би шешендерінің тағы бір үштік нақылын тауып келу, іздену жұмысы.